Бала кезімде құрт бастырып айранды жоғарыға іліп қоятын әжем. Әбден бөлінген соң суын бөлек сақтап ішетін. Мен оның не екенін түсінбейтінмін. Өсе келе оның сары су екенін білген едім. Бірақ әжемнің неге оны ішетінін ұға алмаппын. Бір күні әжемнен сұрап көрдім. Сөйтсем, оның біз білмейтін түрлі ауруларға шипасы бар екен. Адам ағзасындағы қандай ауруларға ем болатынын, қалай ішу керектігін баяндап берейін. Сары су сүт өнімі. Ол ірімшік немесе сүзбе дайындағанда пайда болады. Оны сүт өнімдерін сататын кез келген дүкеннен, базардан таба аласыз. Аталған сұйықтықты көбінесе ас үйде қолдануға болады. Нан, тоқаш, тәтті пісіретін қамырға қосса пісірме керемет болады. Сондай-ақ оның денсаулыққа да пайдасы туралы көптеп айтылады, әрі бірнеше дертке дауа болады. Сары суда май жоқ, есесіне ақуызға бай. Оған қоса құрамынан ағзаға оңай қорытылатын қантты да кездестіруге болады. Сондай-ақ калий, кальций, магний, фосфор элементтері мен көптеген дәруменнің қайнар көзі. Ағзаға пайдалы табиғи өнімді күнде ішсеңіз де болады. Емдік қасиеті мол сусын ең алдымен ағзаны шлактан тазалайды. Сәлем қымбатты көрермен, сіздермен бірге шипагер арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп кетіңіз. Видеоны достарыңыз бен туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Сары су аштықты сездірмейді. Оны көбінесе артық салмақтан арылғысы келетіндер сусын ретінде ішеді. Себебі сары судың құрамында адамға күш-қуат беретін пайдалы заттар бар. Оның емдік қасиеті мол. Нақтырақ айтқанда, бүйрек пен бауырдың жұмысын жақсартады, ішектің саулығын реттейді, ағзадағы артық сұйықтықты сыртқа шығарып, улы заттар мен шлактан тазалайды. Ревматизм, гипертония ауруларын емдейді. Қан айналымды жақсартып, атеросклероздың алдын алады. Терінің, шырышты қабықтың, асқазан мен ішектің қабынуын болдырмайды. Жүйкені тынықтырады, теріні тазартып жақсартады. Жүкті әйелдерге де тигізер пайдасы өте көп. Сары су қандай ауруға ем болады? Асқазан, ішек жолдары, бауыр мен бүйрек ауруларында сары су шипа болады. Әсіресе созылмалы гастрит, панкреатит, энтерит, энтероколит, дисбактериоз және іш қату, бауыр ауруы, тамақтан улану, гипертония кезінде күнде сары су ішуге тырысыңыз. Жүрек қан тамыр жүйесі ауруларына ем болады. Сары су ішу арқылы атеросклероз, жүректің ишемиялық ауруы, жүрек қыспасы, инфаркттан кейінгі кардиосклероз, қан айналымының нашарлауы, гипертониялық ауру кезінде сары су ішу ұсынылады. Ми тамырлары ауруларында сары су көмегімен емдеуге болады. Нақтырақ айтқанда, ми атеросклерозы мен мидың қан айналымының нашарлауын қалпына келтіреді. Эндокринологиялық ауру, қант диабеті, тыныс жолдарының созылмалы ауруына керемет ем болады. Әсіресе тонзиллит, фарингит, гайморит, бронхит, пневмония секілді дерттен айыққыңыз келсе, сары су ішіңіз. Әйелдерде кездесетін ауруларға да ем екен. Сары су созылмалы жатыр қосалқы бөлігінің қабынуы, аднексит, қынаптың қабынуы, кальпит және жатыр мойынның жалақ жарасын емдеуге қабілетті. Тері ауруларынан да айықтырады. Егер сіздің асқазан ішек жолдарыңыз ауырып, теріге теріс әсер берген болса, онда дереу сары су ішіңіз. Оған қоса терінің майлануынан бөртпені, диатез, псориаз, аллергия секілді ауруларға ем болады. Сары суды қалай ішу керек? Сары суды су сияқты кез келген уақытта іше беруге болмайды. Оның да мөлшері мен уақыты болатынын ескеріңіз. Мәселен, қант диабеті ауруын емдеу үшін 200 грамм сары суды теңдей етіп 3-ке бөлесіз. Сөйтіп, күніне 3 рет тамақтанудан алдын ішіңіз. Сонда инсулин дұрыс бөлініп, гормон жақсы жұмыс істейді. Егер осылайша тұрақты түрде ішетін болса, науқастың қант диабеті реттеледі. Панкреатит ауруын емдеу үшін күніне 2 стакан сары су ішіңіз. Емді үзбей,
10 тәулік жалғастырсаңыз ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады әрі ағзаны қажетті микроэлементтерге және дәрумендерге байытады. Ішек жұмысын жақсартып, артық заттардан тазалау үшін аш қарынға 2 шай қасық тұз қосылған 1 стақан сары су ішуді әдетке айналдырыңыз. Сол кезде ішектің жұмысы жақсарып, шырышты қабықтың қабынуын болдырмайды. Ал ішектегі құртты түсіру үшін 1 стақан сары суға 1-2 тал езілген сарымсақты араластырып ішесіз. Емді аш қарынға 4 күн бойы ішсеңіз, құрттан да басқа да улы заттан құтыласыз. Іш қатуды емдеу үшін жарты стақан сары су мен жарты стақан сәбіз шырынын араластырасыз. Оны аш қарынға ішсеңіз, ішектің жұмысын белсенді етеді, әрі шлакты шығарады. Құяң ауруын емдеу үшін күніне 1 стақан сары су ішіңіз. Емді тамақтан алдын қабылдау керек. Сары су ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның саулығын жақсартады. Бауыр ауруын емдеу үшін 3 күн бойы үзбей 300 мл сары су ішіңіз. Бауырдың жұмысы жақсарады. Ағза жоғалтқан дәрумендер мен минералды заттың орнын толтырады. Шипа беру Алладан, ал біз жай ғана себебін жасаймыз, деді соңында әжем. Денсаулығыңызды күтіп, аман-есен болыңыз. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Келесі видеоларда жолыққанша сау болыңыздар.